Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның 7-ші бөліміне қош келдіңіздер. Енді бұл бөлімде біз кіру нүктелерін талқылайтын боламыз. Точка входа дейді ғой. Қай жерден кіреміз енді? Барлықтардың сұранысы бойынша енді қай жерден кіреміз деген проблема туындап жатыр. Графиктен уже кварталдарды сызып, біз көріп жатырмыз қай кезде манипуляция болып жатыр, қай кезде дистрибуция, қай кезде аккумуляция болып жатыр рынокта. Мақұл, енді біз қалай кіреміз ол жерге? Соны қараймыз. И тағы бір нәрсе, мен жай ғана графиктен осылай бар жерден көрсетпей, бэктес арқылы көрсетім келіп тұр сіздерге, көздерің жету үшін, яғни бағаны любой жерге алып, яғни артқа қайтарып, и сол жерден істейміз, қайтарып бэктес жасаймыз, яғни толыққанды анализ жасап, и сделкаға кіретін боламыз. Көздерін шешеді, сол кезде қанша риск менеджмент, қанша RM, риск менеджмент, RR қанша болады, винрейт қанша болады. Енді винрейт негізі как минимум 10 сделкадан есептеледі, яғни 10 сделканың 8-і плюс болса, 2 сделкасы минус болса, бізде винрейт 80%. Среднем 100 сделкадан есептеледі, яғни 100 сделканың 80 сделкасы плюс, 20 сделкасы минус болса, ол бізде 80% винрейт деген сияқты мысал. Жарайды, енді бірінші былай жасайық, алдыңғы 7-ші бөлімде қарағандарыңыздай біз мен лайв форматта сделка кірген болатын, соны бірінші разбор жасайық. После не болды, содан кейін бізде қалай жабылды. Ол бізде так қателеспесем 3-ші күн еді. 3-ші күн менің анализім бойынша қарайық. Мен бұл жерде не істедім, мен бірінші AMDX деп алып формациясымен бірінші Q1-ның лоуын шешілген күттім. Хайна дейін мен тейкім болды. И баға не істеді бізде. Мен мына жерден классикалық вадан кірдім мен. K-level. Бұл K-level'дан кірдім. K-level бізде ключевой уровень, яғни біздің кіру нүктеміз. Сделкам осылай болған болатын. И мен айттым сіздерге, мен мына жерде без убытокта тұр деп сделкам. Яғни баға осы жерге келгенде мен сделкадан шығып кетемін. Бізде не істеді, баға бір где-то 60%-ге дейін орындап берген. Бірге 14 RR берген. Көрдіңіздер ғой. Баға не істеді, енді осы жерде талқылайықшы, бізде не үшін баға құлап кеткеніне де бізде негізі жауап бар бізде. Осы жерде баға не үшін құлап кетті. Соны талқылайық. Енді қараймыз. Дәл осы жерде біз кварталда енді 3-ші кварталға кірейікші, яғни мынау бізде қазір әрқайсысы 6 сағаттық кварталдар. Енді біз 5 минуттық таймфреймге кірейік. 5 минут таймфрейм. Бізде не дейді екен? Енді біз бұл жерде енді 90 минуттық кварталдарға кіреміз. 90 минуттық кварталдар не дейді екен бізге? 90 минутты біз бөлетін болсақ, 90 минуттық кварталдар. Так, кешіріңіздер. Так, мына жерде бір қате болып тұр. Мен кварталы дұрыс таппай қалдым мына жерде. 6 PM-мен 6 PM-ге дейін. Вот. Ең дұрыс, яғни бір күнді алып тұрмын, 24 сағат. Ал мен просто 3 сағаттық кварталда тартып жіберіппін мына жерден 12 PM-ге дейін. Енді дұрыс болды. Енді бізде не істеген, алдағы видеоларда айтқандай, мен аккумуляция бізде екі ликвидность, сыртқы ликвид және ішкі ликвид болады деп. Сыртқы ликвид Q1 high мен Q1 low, оны Q1 low тазартты, и баға не істейді. Ішкі ликвид жалпы да импульс алатын болса, бізде осы жерлер болып тұр жалпы. Мына жерге дейінгі ликвидностьтар бізде ішкі ликвидность. Баға ішкі ликвидностьпен жұмыс жасады, и баға уже сразу астыға түсіп кетті. Одан кейін баға 2-ші квартал біткеннен кейін бізде 3-ші квартал ашылды. 3-ші квартал уже. Енді 3-ші кварталда біз 4-ке бөлетін болсақ 90 минуттық кварталға. Қараңыздаршы, не істеген.
Төртінші квартал бізде подтверждение на шорт беріп кеткен, яғни баға уже аккумуляцияны хайын тазартып уже. Яғни хай лоуын тазартқан, мына жерде лоуын тазартқан, былай алғанда свечамен бір тастаған, мына жерде лоуын тазартып хайына барып, и баға мына жақтан кей левелдан уже астыға алып кеткен. Яғни цель уже бізде хай емес, цель уже бізде лоуға қарай тартып кетті. PDL яғни, былай айтқан кезде. И бізде осы жерде подтверждение на шорт берді. Бізде және де осыны қарайтын болсақ, дәл осы жерді мен былай жасайыншы. Британский фунтпен ашайын. Қараңыздар. Тағы бір зат бар. GBP USD британский фунт аштым. Британский фунтты енді мен дәл осы жерді мен 4-ке бөлемін осы кварталды. Қараңыздар, осы жер ғой бізде. Тоже бізде Q1 хай тазартқан. Не үшін британский фунт ашып тұр ме? Сұрақ болса, бізде евро мен британский доллар бізде синхронда жүретін валютная пара. Яғни бізге бірдей жүреді, бір бағытта. Енді осылардың ликвидностьті қарап жатырмын енді. Жалпы бұл жайлы негізі тегін сабақта үлкен информация, толыққанды информация айтылмайды, бірақ мен сіздерге қазір не үшін баға бізде без убытка алып кетті, не үшін құлап кетті, дәл осыны мен сіздерге түсіндіріп беру мақсатында көрсетіп жатырмын. Яғни біз полный информация алу керекпіз, яғни текке барса да, немесе стоп алсақ та, бу алсақ та, баға не үшін құлады, не үшін өсті. Біз любой жерден информация алу керекпіз, яғни баға бостан бос жүрмейді бізде. Енді қараңыздар, не болған? Қарасаңыздар, бізде AMD X болған, екеуде кварталда. Енді қараңыздар, оның алдындағы кварталмен қарасақ бізде, яғни жалпы күндік квартал ғой, енді 6 сағаттық кварталдар. Осылар бөлетін болсақ, не болған? Бізде AMD X емес, күндік сонда XAMD формациясы болған. XAMD яғни расширение, сосын бар аккумуляция болған, получается, мынау бізде 290. Көрдіңіз ғой? Яғни XAMD. Вот. Бізде қараңыз, аккумуляция 90 бізде фунтта шешкен, евро шешпеген. И бізде дәл ішінен подтверждение берген ғой, былай айтқан кезде. Подтверждение берген. И бізде мына жақта тағы K-level бар екен. Прям ұшынан кеткен. И осы біз екінші синхрон жүретін валютный парадан біле аламыз. Бізде білесіздер, араларыңызда білетіндеріңіз бар шығар, SMT бар, SMT деген корреляция бізде. Енді бұл бізде біреулер евроны DXY-мен алады, мен өзім фунтпен қараймын. Яғни синхронды жүретін валютный пара арасында болады. Ол бізде мысалға алтын мен күміс деген сияқты. Алтын мен күміс бізде синхронды жүреді, және корреляциялар болады арасында. Корреляция бізде любой жерден алынбайды, яғни high-low, мысалы, мына квартал мен мына квартал болмайды. Бізде между кварталами болу керек, яғни кварталдар арасында болу керек, қарама-қарсы. Вот сол кезде таза корреляциялар болады. Жалпы корреляцияның логикасы бізде евро-доллар, британский доллар ғой бізде. Енді қараңыз, өзіңіз ойлап қарасаңыз, логикалық түрде бізде арасында оның айырмашылығы евро мен және британский ғана. Ал долларда бізде бірдей. Яғни бұл деген сөз, мына жақта ликвидностьін, яғни британскийде тазартып кетті, еврода ол ликвидность жоқ деген сөз ол, айтқан кезде. Логикалық жауабы осы. Енді бізде не істеді? Баға подтверждение на шорт берді, баға AMD X жасады, ал күндік бізде получается XAMD болды. AMD емес, бізде басында базар жоқ, біз AMD X қарадық, аккумуляция ретінде алып, екінші кварталды манипуляция алдық, бірақ бізге подтверждение на хай берді, яғни жалпы лонгқа берді ғой, бірақ оның берген себебі де бар. Себебі оның бірінші на ликвидность шешу ғана болды, осы жалпы осы ликвидностьтерді. И баға 4-ші кварталда бізде разворот жасап өткен, көрсеңіздер. Ары аккумуляция басталған, оны манипуляция жасады. Британский мен бізде перехай жасады, британский, евро жасамады бізде. И дальше уже low ликвидностьқа кетті. Жалпы бұл жер түсінікті деп ойлаймын, өте жақсы жүрген негізі. Осы жерді қарамағанбыз. Ол кезде бір сделкада отырғаннан кейін мен бұл жерге мән бермеппін. Егер бұны ертеге кіргенде мен бұл сделкадан кіріп, осыған кіремедім мүмкін. Жалпы түсінікті болып деп ойлаймын. Бұл разговор болды. Енді біз бэктестке көшеміз қазір. Бұл алдыңғы сделкамызға разговор. Енді бұлай
бэктест жасау үшін біз уақытты артқа қайтару керекпіз. Енді андай болмасын, яғни мен ол графикті мен жаттап алдым деген сұрақтар пайда болмау үшін мен былай жасайық. Google'ға рандом чисел деген сайт бар, сол жерден бір уақытқа артқа қайтып жасайық. Бізде максималды артқа қайтатын 15 минут таймфреймде. Айтайын, так, қателеспесем, сентябрь еді. То есть 1 октябрь екен, 1 октябрьдан бастап осы уақытқа дейін біз артқа қайта аламыз 15 минуттан. Енді бедейік, октябрь бізде 10 айы, 10 айдан қазір бізде март айы 4 ай. Бұлай жасайық, 4-тен 10-ға дейін санды рандом число жасайық. Так, рандомайзер число. Так, 1-ден қанша дедім? 10 айы. Қазір осы жерден түскен санға байланысты мен сол айға өтіп, сол жерден жасаймыз, бэктест. Так, бізде так 1 ай октябрьдан өзі түсіп тұр бізде. Жарайды, октябрьден бастайық онда. Мынау бізде октябрь айы. Сол жерден сразу кесіп тастадым. Қазір біз 15 минуттық таймфреймдеміз. Енді жалпы бұл жерде біз енді тек қана 90-дық теорияны ғана қарап жатырмыз. Жалпы енді нарыққа үлкен тұрғыда қарау үшін, структура бойынша қарау үшін бізге бірінші структураны қарау керек. Бірақ ол жайлы бұл сабақта болмайды. Сол үшін қазір мен бірінші 4 сағаттан структураны бір қарап алайын. Қандай ликвидностьтар бар, жалпы біз қарайтын осы квартал мен 90-дар бойынша. Бізде ликвидность. Жалпы тренд бізде жоғары кеткен, мына жерден бізде слоу болып жатыр. Баға біздің бір импульс деп алған кезде ликвидность азартқан. Енді баға не істеп жатыр бұл жерде? Так. Қайдың болсақ, еще бізде бұл среда күні екен. Жалпы болды, мен өзім структурадан қарап алдым, целдер анықтап алдым. Менің целім, яғни лоумен жұмыс жасау болып жатыр баға. Енді бізде үлкен мақсаттарды анықтап алдым, 1 сағатпен, 4 сағатпен. Енді 15 минутқа өтіп, мен уже 90-дармен подтверждение алып, осының ішінен қарайтын боламын. Енді қарайық, біз қазір среда күніне өтіп жатырмыз ғой. Бізде қазір среда күні. Енді аптаның 3-ші күні біз енді бір аптаға бөліп қарайық. Бұл апта не болып жатыр екен? 6 PM-нен, яғни понедельниктен четвергке дейін бөлдім. Енді қараймыз. Бізде ликвидность тазарған. Не болып жатыр? Апта бойынша AMD X па, X AMD ма, соны анықтап алайықшы біз бірінші. Былай қарасақ, жалпы 2-ші күн енді аккумуляцияны манипуляция шешті деп қарауымызға болады. Бірақ біз подтверждение алу керекпіз, мына точно манипуляция болған ба? Соны қарайықшы. Енді осының ішіндегі 4.90-дарға кіріп, осыны бөліп қарайық. Так, но бізде понедельник күні екен. Понедельник күні бізде не болған? Мына жер бізде, мен ойымша, XAMD болған. И бағанағыдай фунтпен бізде корреляция жасап өткен сияқты. Так. Бұл күн маңызды емес, бірақ біз үшін 2-ші күннің кварталы, 6 сағат кварталы маңызды. 4-ке бөлеміз. Енді қараңыздар, бұл күнде не болған екен? Мынаны егер біз расширение деп қарасақ, аккумуляция деп қарасақ, и манипуляция және дистрибуция кеткен. Яғни бізде
екінші күн подтверждение на long берген. Ол деген сөз, егер логически қарайтын болсақ, қараңыз, мынау бізде x деп қарайтын болсақ, енді аккумуляция болып, мынау үшінші күн енді манипуляция жасаса, осы күнді хайдына. Вот сол кезде енді x a m d болады бізде. Көрдіңіз ба? Енді шығып жатыр бізде пазлдар құралып жатыр. Енді қараңыз, қалай білдім мен x a m d екенін бұл жерде? Бізде ликвид тазарды, бізде аккумуляция, егер манипуляция болып бізге подтверждение, егер дәл осы жерден AMD немесе XAMD бізге подтверждение на шорт берген кезде, мен ойлайтыным AMD X деп. Қазір маған XAMD көрініп тұр. Қарасаңыз, Q1-ның лоуын тазартқан манипуляция уақыты, и баға өсіп кеткен. Мына жер 4-ке бөлсек те көрініп тұр. XAMD болған. XAMD. Енді бізде наған барған, уже целі жеткен мына жерде. Целге жеткен. И бізде екі ликвинс хай қалдырды. Енді оны осы күні бізде үшінші күні тағы XAMD немесе AMD X болып, AMD X бірінші формация ретінде қарасақ, біз не күте аламыз? Аккумуляция, оны манипуляция тазартып мына ликвидтарды. И біз шорт күте аламыз. Бірінші лоу бізде осы Q1 лоу болады. Мына күн бар, айтайын ба сіздерге қай күнге ұқсас? Сіздер де түсініп тұрған шығарсыздар, мен ойымша түсіндіңіздер ойлаймын. Алдыңғы видеоларды қарасаңыз, дәл осы видео алдыңғы видеоларда көрсетіп жатқан премьерге ұқсайды, яғни қазіргі уақытпен алғанда алдыңғы апта, дәл қазіргі уақытпен алдыңғы аптан қарасаңыз, дәл осы премьер көрініп тұр, байқасаңыз. И баға не істейді ол моментте? Мына ликвид шешеді бірінші. И баға, если осыны, ол кезде не болған? XAMD формациясы күндегі. Баға дәл мынандай болған. Алайық, мен 6 сағаттық кварталда. Баға не істеген ол кезде осылай манипуляция жасап, осының ішінде XAMD болған, осы лоуын алғанда тазартып салған ликвидтер. Одан кейін үшінші квартал бізде осылайынан XAMD беріп, лонгкет қалған осылайынан, алдыңғы апта дәл осылай болған, естеріңізде болса. Алдын сабақтарда көрсеткен. Енді қараңыз, дәл сол ситуация ма бұл жерде? Қараңыз. Енді біз біліп алдық. Бүгін бізде апта бізде XAMD. Ескерту, видео бізде кішкене ұзақтау болады. Сол үшін мен бұны тағы бөлім етіп саламын, қысқартып. Келесі бөлімдерді уже көре бересіз, осы толыққанды бэктест жасаймыз қазір. Енді так жалғастырайық. XAMD формациясын қарадық. Q1 high мен low-ын белгіледік. Біздің целдер жалпы. Енді не қарай аламыз енді біз? Бұл бүгінгі күн, үшінші күн. Жалпы біз үлкен целдер бәрін анықтадық. Жалпы ең үлкен цель бізде low болып тұр, мына жаққа бару керек. Формация тоже бізде шорт беру керек. Енді біз не істейміз? Бүгінгі күнді кварталға бөлеміз. Бұл бізде үшінші күн. Үшінші күн. Так. AMD X формациясымен қарайық бірінші. Аккумуляция болып жатыр, қазір оны манипуляция тазартып, и дальше шорт кету мүмкін. И сол жерден біз K-level табамыз енді. Біз мына жақтан үлкен бір K-level ұзақтан қарамай, дәл осы ішінен подтверждениемен клик ең дұрыс. Рисksіз шешім. Опа, манипуляция болды бізде, Q1 high-ын тазалады. Так, сразу реакция шорт кетіп тұратыр. Әлі кірмейміз, біз подтверждение күтейік. Так, опа, манипуляция болды. Так, астыға кетті баға. Енді не істей аламыз бұл жерде, не қарай аламыз? Бізде так, мына жерде жалпы бізде SBR дейтін K-level бар. Кіру нүктесі бұл. И алдында так пока ликвидность жоқ. Мынаны ликвидность ретінде алсақ болады қазіргі уақытта. Q1 high тазарды. Енді не істейміз? Біздің целіміз Q1 low. Так, екеуі Q1 high болып қалыпты. Q1 low. Вот, енді дұрыс. Біз енді қандай движение күтеміз? Баға қазір осылай ликвидін тазартып, осы SBR-ден и тарс Q1 low-ға баруын күтеміз. Көрейік өткізіп. Опа, баға ликвидін тазартып жатыр, келе жатыр. Опа, кішкене қалды. Онда сразу лимитқа қойып, біз лимитіне ордер қоямыз, на продажу. Sell лимит. Осылай қойдық. Стопымды мен мына жерге қойдым, мына қайға. Енді Q1 low
бізде так 1-ге 10 RR шығып тұр екен мына жерде. 5 минут таймфрейм көрейік. Так, кішірете аламыз ба? Кайлай болды. Мына жерден жақсы бар ма біз? Мына жерге қойсақ болады екенбіз. Стоп, бізде 33 пункт болып тұр. 1-ге 16-да 9, почти 1-ге 17, қазір 32 пункт қойсақ, 1-ге 17 RR. 1-ге 17 RR осылай сделка ұстауға болады. Қазір сделкаға кірсек, бізде манипуляция кезі 5 минут таймфреймге өтем. Так. Бәрі келіп тұр біздің ойымызша. Қараңыз, 2.90-ды дәл осылай біз 90 минут кварталға бөлетін болсақ, бізде XAMD формациясы. X продолжение, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция қазір шорт беру керек. Ал не істейміз? Көрейік, жіберіп көрейік. Ал не істеймін көрейік. Что-то біздің лимиткамызға келмей кетіп қалатын сияқты целге. Енді қараңыздаршы, не істейміз бұндай уақытта біздің кішкене ала тұрайық осылай лимиттен шетке. Енді мен үшінші айттым алдың бөлімде үшінші кварталға ауысайық. Үшінші квартал не дейді екен бізге? Үшінші кварталда 4-ке бөлдім. Так, опа. Қараңыздар, не болған? Біз лимиткамызды алды. Лимиткамызды алды. Значит, мына жер бізде не болып жатыр? Бізде AMDX болып жатыр, былай шетке қоя тұрайық. Мынаны AMDX деп қарайықшы. AMDX деп қарасақ, мына аккумуляция, манипуляция тарс жоғарысын шешкен, біз и плюс біздің лимиткамызды алып қараңыз, дәл ұшынан алған и сразу реакция берген бізде баға. Болды, осы лимиткамен істейік. Мына жер AMDX-дан алып тастайық, мыналардың бәрін алып тастайық, кішкене шатастырып жатыр. Значит, мынау бізде мына жер бізде ликвидность болды енді. Вот ликвидность тазартты, тағы бір рет. Енді баға бізде тейкіміз Q1 low-да. Q1 low. Ал көрейік ал. Сразу без убыток қойып тастайыншы. Мына жерге. Бұл қойдым, яғни баға қазір уже что-то ұнамай тұр маған. Баға бір орын жинақтап қалды. Қазір баға жоғары кетіп қалса, мен 0-мен шығып кетемін, яғни азғантай прибыльмен. Комиссия алған, сделканың лотын алған комиссиямен орнын жауып шығып кетемін. Так, көрейік ал. Так, опа. Бізде тегімізға барып жатыр. Так. Біздің тейкімізға чуть жетпей қалды, чуть жетпей қалыпты. Енді уже баға бізде келесі күнге ауысып жатыр. Келесі күн болып жатыр. Не істейміз бұл кезде? Бұл жерді кішкене өткізіп жіберейік. Келесі күнге ауыстырайық. Сделкамыз пока сталып отыр, осылайдан стай береміз. Бізде бәрібір сделка без убытокта тұр. Бұл да тұр, келесі күнге өтейік. Бізде уже 4-ші күн, четверг. Опа. Енді осы жерді жалпы анализ жасап көрейікші, не болатын алдын ала білу үшін. AMDX, XAMD формациясы. Бірінші кварталда өткізіп жіберем. Так. Q1 high. Және Q1 low. Енді бізде сценарий қалай болады? Қазір бірінші хайын алса, шорт, лоуын бірінші алсақ, оң кетендіп тұру баға. Ал көрейік ал. Опа. Хайын тазартты, енді бізде шорт қарауымызға болады. Мына жерде біз так ликвид бар екен бізде. Ликвидность. Осыны ликвидность ретінде алып, мынаның жоғарысын бізде классикалық А десек. Кайлай. Қазір мына жерден сделка кірмейміз, бірақ жай ғана қарайық, жай ғана сделка кірмейміз, жай короткий позиция ашып қойық. Не үшін?
өйткені анализімізге көз жеткізу үшін. Өйткені егер осы дәл реальный уақытта лайв саудада болған кезде біздің анализіміз ашық тұрса, екінші күн біз жібере саламыз. Бұл күні жай ғана бақылаймыз. Өйткені егер